Апасының баласы. Ұзақ жылдар бойы араласып, біте қайнасып, туыстай болып кеткен құрбысы Айымкүлдің ауылдағы тетелес сіңілісінің атына Салима сырттай қанық болды. Әуелі оның ерекше есімі елді елең еткізген Арайлы есімі. Айымкүлдің әңгімелерін тыңдай жүріп, Арайлының аты аталғанда көз алдына жан дүниесі таза, жүрегі шуаққа толы көрікті қызды елестететін болды. Таяуда құрбысының ұлы үйленгенде сыртынан атына қанық болған сол Арайлы сонау Қызылордадан келіп көп қолғабыс жасады. Арайлы десе дегенде екен, неше күн қарбаласта оның қабақ шытып ренжігенін, әлдекімге дауыс көтергенін, немесе қызметін міндетсініп бұлданғанын көрмеді. Келген кісілерді биязы күлімсіреп күтіп алып, қошеметтеп шығарып салып жүргені. Әрісіне мұқият, тындырымды, қай шаруаны болмасын ұршықтай үйіретін Арайлыға сүйсінбеген адам кемде-кем. Мынадай жанашыр сіңілісі бар Арайлының әпкесі Айымкүл не деген бақытты деп бұл да құрбысына қызыққан. Той жабдығын жасап жүріп, Арайлы екеуі етене жақын танысып, бір-біріне іш тартып туысқандай болып кетті. Содан да болар, оның әлсін-әлсін терең ойға батып, әлденеге қобалжып жүргенін қабағынан аңдаған Салима жасы үлкендігін пайдаланып, бірде суыртпақтап сыр тартты. Арайлының да күткені осы екен. Әпке, не істерімді білмей басым қатып жүр. Ой түбіне жете алар емеспін. Ақыл қосыңызшы деп жанына батып жүрген жағдайын жайып салды. Менің күйеуім Баймұрат әке-шешесінің тұңғышы болған соң әжесінің бауырында өсіпті, деп бастаған Арайлы әңгімесін. Өз анасын атымен атайды, күні бүгінге дейін анам деп мойындамайды. Алғашында келін боп түскен кезімде үйдегі бір шаруаға байланысты ой айтқан анасын сенен кім ақыл сұрапты деп біздің көзімізше тойтарып тастағанда күйеуім үшін қатты ұялдым. Әрі енемді аяп кеттім. Атама жалтақтап, ұлын тыйып жөнге салатын шығар. Ал күйеуім анасынан кешірім сұра деп ойлағанмын. Қайдан? Тіпті үйдегілердің ешқайсысы ол жайға мән бермеген сияқты. Келе-келе барып, баласының туған анасына осылай өктем сөйлеуі бұл үйде қалыпты жағдай екеніне көзім жетті. Бәрімізді билеп төстеп, қаласа шырағым, қарағым деп, кеуіліне жақпаса зекіп тастап отыратын адуын әжеміз ешкімді Баймұраттың бетіне қарап сөйлетпейтін еді жарықтық. Тұңғыш немересі үшін от пен суға түсуге бейіл болатын. Қандай еркелігі болса да көтеріп, қандай қателігі болса да кешіріп, қандай талабы болса да орындайтын, не басқаларға орындататын. Өзі белі бүгіліп жұмыс істеуге бар, бірақ Баймұратқа ештеңе істетпейді. Бір інісіне біз тұратын отау үйді жөндеттірді. Бір інісі қажет кезінде мал сойып әкеп беріп тұратын. Баймұрат болса әппақ көйлек пен ақ шалбар киіп, қалтасына әжесі салып берген ақшаны стырлата жұмсап, бейғам өмір сүріп жатты. Жалпы мен келін болып түскен үй өсіп-өнген еңбекқор әулет еді. Әрқайсының жылдар бойы қалыптасқан өз міндеті бар. Үлкен қайным малдың жайын күйттеп, бәріміздің көже суымыздың болуын мойнына алса, ортаншы қайным егіс егіп, баршамызды көкөніспен қамтамасыз ететін. Атамыз бен кіші қайным қора-қопсыны жөндеп, отын суды қамдап жүреді. Қыздардың да тіпті әр үйден өрген ересек балалардың да ешкім айтпай-ақ
өздері біліп атқаратын шаруалары бар. Ешқандай талап қойылмайтын жан жалғыз Баймұрат қана. Себебі ол атам мен енемнің тұңғышы, әжесінің ерке немересі. Өзінің осындай мықты қорғаны бар екенін біліп өскен Баймұрат барлығына дегенін істеп, үлкенге де кішіге де өктем сөйлейді. Оның қалауы орындамағандар әжесінен сыбағасын алады. Сыралғы туыстары ол кісінің қаһарынан ұшырағанша бәкеңнің көңілін табу жеңілірек екенін біліп алған. Ауылдағы үлкен-кіші әжеміздің көңіліне қарап Баймұратты осылай бәке дейтін. Тіпті туған анасы да тұңғышының атын атамай, оған апамның баласы деп сөйлейтін. Әжеміз қайтыс болған соң Баймұрат айдалада қалғандай күй кешті. Не бірге туған бауырларына қосыла алмады, не әкесінің інісі бола алмады. Жылады, сықтады, айлап арақ ішті. Мінезін білгендіктен туыстарының ешқайсысы қой демеді. Ал менің сөзімді тіпті құлағына да ілмеді. Әжеміздің көзі кеткендегі туыстарының бәкеңе деген қарым-қатынасынан да көріне бастады. Не іштегі, не тыстағы шаруаға пайдасы жоқ адамды асырағандары келмейтінін бауырлары әлденеше рет байқатты. Бірақ оны түсінетін Баймұрат па? Баяғыдай емес, қазір заман қиындап кетті ғой. Бұрынғыдай бейқам жүрген ешкім жоқ. Қарап отырған адамның күні қараң екеніне ауыл адамдарының да көзі жетті. Қазір әркім өзінше күн көруге талпынып, түрліше тірлік істеп жатыр. Өзгермеген біздің бәкең ғана. Сол баяғыша әке-шешесін мойындамайды. Адам қаперіне де кірмейді жұмыс істеу туралы. 3 баласының өсіп келе жатқанын тіпті ойламайды. Арағыңды қой, жұмыс істе деп қаншама жалындым. Жоқ жұмысты қайдан табамын деп өзіме дүрсе қоя береді. Қара су қатқан нанмен отырған күніміз де болды, сенесіз бе? Содан өзім жұмыс істей бастадым. Әрине, қазіргі дағдарыс кезеңде жұмыс табу да оңай емес. Бірақ іздесең, шын ниетің болса, табуға болады екен. Әуелі аулада дала сыпырушы болдым. Күйеуім онымды қолдаған жоқ. Керісінше, жұрттың қиын сыпырып, нан таппай-ақ қойдым деп мені кекеп мұқап отыратын. Сосын автобуста билет сатушы болдым. Қайыр сұрап жүргендей, сол да жұмыс болып па, деп тағы да жаратпады. Содан соң автобустың асханасына жұмысқа кірдім. Азғантай айлығы бар, қалғанын азық-түлікпен береді. Балаларымның тозып кеткен киімдерін жаңалап, күнделікті ыстық тамақ ішетін болдық. Бір күні біздің асханаға ет шабушы керек болып, бастығымыз әрі менің жұмысыма риза болғандықтан, әрі шеттей бала-шағамның бар екенін білгендіктен, сол жұмысқа күйеуімді алмақ болды. Жүгіріп келіп, күйеуіме жағдайды түсіндіріп едім. Қан алжапқыш байлап жүрмекпін бе сонда деп бармай қойды. Менің төзімімнің жеткен жері осы болды. Олай болса аштан өле қал. Мен енді сені бақпаймын дедім. Арам тамақсың. Неге бір шеге қаға білмейсің? Не туыстарыңа қадірің жоқ, не балаларыңа өнегең жоқ дедім. Сендей байым болғаннан болмағаны артық, ажырасам дедім. Қазір есіме алсам, өзім де сенбеймін. Тағы талай нәрсе айтылды. Отасқалы бері ашу шақырып, дауыс көтеріп көрмеп едім. Сол күні өзімді ұстай алмадым. Жылдар бойы жинақталып, кеудемде қордаланып қалған сөздің бәрі кенерінен аққан су құсап сыртқа шықты. Байқаймын бағанағыдай емес, күйеуімнің арыны басылайын деді. Шынымды айтсам, еңсесі түсіп, жер шұқылап отырып қалғанын көргенде өзін аяп кеттім. Бекер айқайладым ба, жанына ауыр тиіп кеттім бе деп өкініп қалдым. Екінші жағынан,
Қатты сөз намысына тиіп түзелетін шығар деп үміттендім де. Біз әйел сорлы, кешірімшіл халықпыз ғой. Сол жолғы айғай-шудан бір қорытынды шығарып, жөнге келсе, бала-шағасының жайын ойлап, қолынан келер шаруамен айналыса бастаса, маған сол жеткілікті еді. Осы уақытқа дейінгі арамтамақтығын да, маскүнем болғанын да, бәрін кешірер едім. Бірақ сүйекке сіңген әдеттен арылу мүмкін емес екен. Ол жөнделген жоқ, жөнделу ойында да жоқ, әлі сол масыл қалпы. Менің бар қорқынышым, балаларым осыған тартып, көргеніз істеп, жатып шер жалқау болып кетуі мүмкін ғой. Оның үстіне біздің де тұңғышымыз, атам мен енем бауырларына басып, оған да мені атымен атауды үйретті. Кішкентай кезінде арайлы дегенге тілі келмей, ай-ай дейтін. Ол кезде тілін қызықтап күлетінбіз. Ал қазір ай-ай дегенін естігенде әй-әй деп тұрғандай. Басыма келген неше түрлі ойдан қолайсыз күй кешіп, денем тітіркенеді. Ол да ерке, шолжың. Атасы мен әжесі бар зейнет ақысын жұмсап, коньки әпер десе коньки, велосипед әпер десе велосипед сатып әперіп отыр. Былтыр бойымдағы бар батылдығымды жинап, ата-енеме баланы өзіміз алсақ деген ойымды білдіріп едім, басым бәлеге қалды. Үлкендердің ұрысқаны бір бөлек, қайын сіңілілерім үдере көтеріліп, бір ауыз сөзім үшін біразға дейін отырсам опақ, тұрсам сопақ күй кештім. Жаман айтпай жақсы жоқ демей ме? Ертең ата-енемнің көзі кеткенде, бұл да Баймұраттың кебін кие ме? Қай үйірге қосыларын білмей, дал боп қала ма деп уайымдап жүргенімді олар қайдан білсін. Ең жаманы да осы. Менің балама айтқан ескертпелеріме енем емес, қайын сіңілілерімнің қарсы шығатыны. Таяуда балама, атаңның қасына еріп жүріп, бірдеңелерді істеп үйрен. Ештеңе істей білмейтін, қолынан түк келмейтін адамның өмір сүруі қиын болады. Еш шаруаға қыры жоқ адамға өзгелер мүсіркеп қарайды. Оның жұмысында да, үйінде де қадірлі, сыйлы болуы екі талай деп ақыл айтып отыр едім. Қыздар, жұмысың болмасын, ол сендердің балаларың емес. Айпырмай, сенің ғана жаның ашиды екен ғой, деп өзімді біраз жерге апарып тастады. Ушудан қашқан момын енем, қойшы шырағым, ақылы кіргенде өзі де үйренеді, деп қыздарына жалтақтады. Сонда ақылы қашан кіреді? 40-қа келген Баймұраттың ақылы әлі кірген жоқ. Одан өнеге алса, бұл бала қандай болмақ? Әңгіменің жалғасын келесі видеодан тыңдай аласыздар.